Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай керемет, нәзік болып келетін круассандар дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бос ыдысқа жылы сүт, жылы су, дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң осындай болып шығады. Содан соң жұмыртқамызды саламыз. Екінші жұмыртқамызды ақ-уызынан ажыратып аламыз. Себебі сары уызы бізге бетіне жағуға керек болады. Содан соң шекеріміз бен тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз. 2 немесе 3 бөлікке саламыз. Бірден салып жіберсеңіздер қатты болып қалуы мүмкін. Ортасында осындай 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды, осындай жұмсақ болып шығады. Бетін салафанмен жауып, жылы жерге 20-25 минутқа қойып қоямыз. Осылай көтерілу керек. Міне осындай нәзік, әдемі болып көтеріледі. Енді осы қамырымызды 10 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, бетін жауып қойыңыздар міндетті түрде, себебі қаясып қалуы мүмкін, беті қатып қалуы мүмкін. 10 бөлікке бөлдім, дөңгелектеп, бетін шаршықпен жабыңыздар. Бір-бірлеп жаямыз, барлығын жайып шығамыз, бір-бірлеп. Қатты жұқа емес, қатты қалың да емес. Осы видеодағыдай етіп жайсаңыздар болғаны. Міне қамырлардың барлығын жайып болдық. Енді бірінші қамырдың үстіне бөлме температурасындағы сары майды осылай қасықтың көмегімен жағып шығасыздар. Бөлме температурасында болу керек. Ешқандай да газге қойып ерітпейсіздер. Осылай жағып шығасыздар жұқа етіп. Содан соң екінші қамырымызды бетіне орналастырып, тағы да оның бетіне осы сары майдан жағып шығамыз. Солай бірінің үстінен бірін 10 қамырды орналастырып шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын, барлығын орналастырдық. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қалыңдығы жарты сантиметр болу керек, яғни 5 миллиметр болу керек. Егер қамырларыңыз жабысып жатқан жағдайда ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Жайып болдық, енді осылай кесіп шығамыз. 20-24 бөліктерге бөлуге болады. Міне кесіп шықтық. Енді осы кескен қамырымыздың ортасынан тағы да видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Мен сгущенка салдым. Негізі вареный сгущенка салған дұрыс. Сгущенка салмай бутерброд ретінде қолдансаңыздар да болады. Енді жаңағы жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық су құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Содан соң пешіге сап пісіріп аламыз. Мен нан пісіретін градуста пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі. Сол үшін өзіңіздің пешіңізге қарай пісіріп аласыз. Міне дайын болды, өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.